Жәрдемақының көлемі өседі. Дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша берілетін бір реттік жәрдемақы 70-тен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін көтеріледі. Қазір соған кететін шығын көлемімен керекті бюджет қаражаты есептеліп жатыр. Бұдан бөлек баспана алу үшін берілетін пайсыз несиесі де тағы бар. Жадыра Қабденова дипломмен ауылға бағдарламасының шапағатын көрген жас мамандардың бірі. Астанада жоғарғы оқу орнын тәмамдаған соң мемлекеттік бағдарламаға құжатын тапсырып жолы болған. Бүгінде Астананың жанындағы Жібек жолы ауылы мектебінде ағылшын тілінен сабақ беріп жүр. Бірден құжаттарымды жинап тапсырдым. Одан кейін 4 айдан кейін бірден маған жауап келді. Осылай өтіп тұрсыз, уже тізімге ілігіп тұрсыз, квартира тапсаңыз, осындай сізге ақша бөлінеді деп. Бірден квартира табыла қалды. Балалар өте ұнатады қатты. Кіші сыныптар жүгіріп келіп сені құшақтап алған кезде оларды тастап былай кете алмайтын сияқтымын. Жадыраға тұрмыс жайын жақсарту үшін 70 айлық есептік көрсеткіш, яғни 180 мың теңгеге жуық бір реттік қаржылай көмек берілген. Тағы пәтер сатып алу үшін 3,5 миллион теңгеден астам қаражатты қарызға пайызсыз беріп отыр. Ал жуырдағы жастар жылының ашылу салтанатында президент бір реттік жәрдемақыны 70-тен 100 айлық есептік көрсеткішке дейін жеткізуді тапсырды. Сол тапсырмаға сәйкес біз қажетті есептемелердің бәрін жүргіздік. Жергілікті атқарушы органдармен талдау жасадық. Жыл сайын бізге қосымша жергілікті бюджеттен 400 миллион теңгеден бөлінетін болады. Жұмыстардың бәрі орындалуда қазір. Дипломмен ауылға бұл жастарды қолдауға бағытталған көп бағдарламалардың бірі ғана. Ол 2009 жылдан бері жүргізіліп келеді. Жыл сайын 6000-дай маман ауылдарға барып жатыр. Енді жаңа өзгеріс бұл көрсеткішті ұлғайта түседі деген сенім бар. Ербол Тұрымбет, Алексей Ганашилин, КТК, Астанадан.